Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Оңғардың оңғар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз халықтың көп талқылап жатқан мәселесіне тағы да бір тоқталамыз. Ол 200 мың теңгемен шетелде тіркелген көліктерді заңдастыру. Бүгін біз қандай көліктер тіркеледі, қандай тіркелмейді, құжатты тіркеу үшін не істеу керек, қандай құжаттары керек, және қанша ақша төлеу керек деген мәселелерге тоқталамыз. Қанша уақыт, ең бастысы тіркелмей қалған көліктер болашақта Қазақстанда жүре ме, жүрмей ме, осы сұрақтардың жауабын беремін. Ендеше кеттік. Ішкі істер министрлігі арнайы қаулыны қабылдады. Ол осы қабылданғаннан кейін 10 күннен кейін барып күшіне енеді. Яғни 2023 жылдың 23 қаңтарынан бастап көліктерді тіркеу басталады, және жаздың ортасына дейін осы тіркеу жұмыстары жүргізіледі. 5 айдан сәл астам, яғни уақыт тіркеуге мүмкіндік болады. Енді тіркеу үшін алдымен қандай құжаттар керек деген мәселе. Ішкі істер министрлігінің берген ақпараты бойынша оған 4 құжат қажет екен. Ең алдымен өтініш жазу керек. Осындай көлікті менің атыма тіркеп беріңіз деген өтініш жазасыз. Оны спецсондарға, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып жазуға болады, немесе егов порталы арқылы жазуға болады. Екіншісі, өзіңіздің жеке құжатыңыз, яғни удостоверение личности керек. Одан бөлек, өтініштен бөлек, көліктің құжаты керек, техпаспорт, яғни СТС, ПТС деген ресейлік көлік мінгендер біледі. Сол құжат керек. Және төртіншісі, көп халықта жоқ құжат, бірақ оны ішкі істер министрлігі міндетті түрде болуы керек деп отыр. Ол көліктің иесі екенін дәлелдейтін құқықтық негіз бар құжат. Сатып алу жөніндегі, мен осы туралы көп айттым арнамда, сатып алу жөніндегі келісім шарт, немесе көліктің техпаспортта көрсетілген иесінен алынған сенім хат. Ол құжат болмаса, сіздің көлігіңізді бұл жақта тұрақты тіркеуге қоймайды. Егер де бұл жердегі негізгі мәселе жаңағындай құжаты бар адамдар, бірақ былтыр болды ғой, 88 мың көлік деді ғой, Ресейде тіркеуден шығып қалған. Сол көліктер осы жолы тіркеуге тұрады. Себебі олардың талаптары бойынша бұл жақта тіркеуге қою үшін ол елден есептен шығарылуы керек. Ал егер есептен сіздің көлігіңіз Ресейде тұрса, оны алдын ала міндетті түрде сіз есептен шығаруыңыз керек. Оны қалай істеуге болады? Оның 2 жолы бар екен. Алғашқысы, сіз жаңа көліктің иесін тауып, хабарласып, осындай, мына көлікті маған есептен шығарып беріңіз, сосын маған ДКП, жаңағы сатып алу жөніндегі құжат беріңіз деген сияқты өтініш жасауыңыз керек. Немесе Ресейге баруыңызға болады, немесе ол жақта арнайы тәртіп бар. Көліктің иесі базада өзінің атында көлік тұрса, көліктің де қажет емес, құжатының да қажет емес, базаға ГИБДД-ларына барады, өздерінің мына көлікті менің атымда есептен шығарып тастаңыз деген арыз тастайды, оны бірден есептен шығарып тастауға болады. Екінші жолы, жаңағы спецсонға барған кезде сіздің жаңағы 4 құжатыңыз толық бәрі болса, сіз ескертіп айтасыз: бұл көлік әзірге Ресейде есепте тұр, маған шығарып беріңіздер деп. Олардың ортақ базалары бар, сол арқылы олар көлікті шығарып тастау туралы өтінішті өздері Ресейге жібереді. Сосын Ресейдегі әріптестер оны есептен шығарып береді, міне шығардық, дайын, өздеріңізді тіркеуге қоя беріңіз дейді. Бірақ бұл өздерінің айтуы бойынша біршама ұзақтау уақыт алады. Енді көліктің тазалығына бір тоқталайық. Көлік жаңағы ұрлауда, іздестіруде болмауы керек деген талабы бар ғой. Сондықтан ішкі істер министрлігінің қазіргі базасы Интерполмен және ТМД елдерінің базасына кіріктірілген екен, яғни интеграция жасалған. Сіз құжатты тапсырып, өтініш жазғаннан кейін олар сіздің құжатыңызды 2 күн бойы қарайды, және осы базалар арқылы тексереді. Сіздің көлігіңіз ешқандай қылмысқа қатысы жоқ па, криминалдық іздеуде жоқ па деген сияқты нәрселердің барлығын өздері тексереді. Егер де таза екеніне өздерінің көздері жетсе, сіздерге хабарлама жібереді. Сіздің көлігіңізді Қазақстанда тіркеуге қоюға болады, келіңіз, рәсімдеңіз деген сияқты.
Ал бұған дейінгі шығарылымда мен ішкі істер министрлігінің өкілінен сұхбат алған кезде М1 және М1G, яғни жеңіл көліктер ғана тіркеуге қойылады деген, осы жолғы ішкі істер министрлігінің берген ақпаратында сәл толықтырулар бар. Бұл әрине жақсы жаңалық. Правила будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые и средние автобусы с полной массой до 5 тонн, небольшие грузовые автомобили с массой до 3,5 тонн. И обращаю внимание, в том числе с правосторонним расположением органов управления. Айтпақшы, бұл көліктерді тіркеуге қоярдың алдында баяғыда болатын еді ғой, бізде ГАИ-дің жанында да болды, одан мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарының жанында да арнайы ангарлар ашылып, сол жерде криминалистер көліктерді тексеретін еді ғой. Тура дәл солай осы көліктердің ВИН кодтары, шанақ нөмірлері барлығы толық тексеріледі. Содан кейін ғана барып алғашқы тіркеуге қойылады. Бұл жерде айта кететін негізгі мәселе, көліктеріңізді тіркемес бұрын алдын ала ақшаны 200 000 теңгені төлеп қоймаңыздар. Алдымен барып өтініштеріңізді, құжаттарыңызды өткізіңіздер, сосын сіздің көлігіңізді нақты тіркей ме, тіркемей ме, соны анықтап алыңыздар. Содан кейін барып қана 200 000 теңгені төлеуге болады. Әйтпесе сіздің көлігіңіз тіркеуге жатпайтын болып қалса, ертең тіркеуге алынбай қалса, ақшаңыз жай күйіп кетеді. Бұны ішкі істер министрлігінің өздері брифингте ескертіп айтты. Бүгін жаңа заң күшіне енді. Осыны бәрі талқылап жатыр. Шетелде тіркелген көліктерге Қазақстан азаматтары сақтандыру полисін рәсімдей алмайды деп. Бұл заң күшіне енді, бірақ бұны халықтың көбі дұрыс түсінбей жатқан жағдайда бар. Мысалы қараңыз. Ішкі істер министрлігінің ақпараты бойынша қазір Қазақстанда 300 000 көлік бар дейік. Олардың дәл қазіргі есебі бойынша оларды барлығы есепке тұру мүмкін емес қой енді әрине. Бірақ олардың қазіргі санауы бойынша олардың барлығы есепке тұруға мүмкіндігі бар. Сондықтан ол көліктерге әзірге сақтандыру жасауға мүмкіндік бар. Мысалы, қарапайым тілмен айтайыншы, сіздің көлігіңіз бар, сіз оны есепке қоям деп жоспарлап отырсыз, бірақ дәл қазір сіздің 200 000 теңге ақшаңыз жоқ, немесе басқа жоспарларыңыз бар деген сияқты. Сіз оны шамамен 4 айдан кейін Қазақстанда тұрақ тіркеуге қоям деген жоспарыңыз бар. Енді ол 1-2 күнде бітетін нәрсе емес қой. Сондықтан сіздің бірақ бүгін сақтандыру полисіңіз аяқталып қалса, сіз 4 ай бойы жаңағы көлікті жай қойып қоймайсыз, сақтандыру полисіңіз жоқ деп. Сондықтан ол көліктерге сақтандыру жасауға мүмкіндік берілген. Сосын сіз 4 ай бойы жаңа жүре бересіз, сосын өзіңіздің жоспарыңыз бойынша 4 айдан кейін оны қайтадан тұрақты тіркеуге қоюға болады. Бірақ бұл жерде айта кету керек, Қазақстанға 1 қыркүйектен кейін кірген көліктер сақтандыру жасай алмайды. Бүгін ертең барып Ресейден көлік алып келем, сосын оған сақтандырумен жүре тұрам десеңіз, ол да болмайды. Тек қана 1 қыркүйекке дейін Қазақстанға кірген көліктер сақтандырылады. Әзірге уақытша. Баяғыдан бері айтылып жүр ғой, егер де Қазақстанда жүруге рұқсат бермейміз деп жатса, онда шекарадан неге кіргізді деп. 1 қыркүйектен кейін көлік кіргізгендерге мынадай мәселе айтайын деп едім, қараңыз. Сол күні президенттің айтқан барлық әлеуметтік желілерде толық таралып кетті. Ол айтты, қазіргі 1 қыркүйекке дейін кірген көліктерді барынша тіркеп береміз деп. Содан кейін тағы тапсырмасы болды. Қазақстанға жасырын жолмен, басқа да жолдармен көлікті кіргізудің каналдарын жабу керек деді. Ол енді шекараға тұрып басқа көліктерді кіргізуге шекараны жауып тұрмайды ғой. Барлығы. Ол заңдық түрде шектеулер қояды. Мысалға, мынандай көлікпен жүруге болады, мынандай көлікпен ұзақ уақыт жүруге болмайды деген сияқты заңдық түрде шектеулер ғана болады. Себебі Ресей азаматы өзі де Қазақстанға көлікпен келуі, жұмыспен келуі, емге келуі, басқа да мәселелермен келуі мүмкін ғой. Сондықтан ол жерде шекарада сізді ешкімде тоқтатып, мына көлікпен енді кірмеңіз, енді жүрмеңіз демейді. Енді бүгінгі заң күшіне енгеннен кейін болады әрине. Шекарадан өткізбей қойды, сіздің сақтандыруыңыз жоқ, сол үшін мына көлікпен жүре алмайсыз деген сияқты. Подлежащий государственной регистрации. Это означает, что автомобили с иностранным учетом, ввезенные до 1 сентября 2022 года, подпадающие под легализацию и таким образом подлежащие государственной регистрации, пока мы говорим, что все
Автомобили у нас подпадают. Когда легализация пройдет, мы уже знаем, будем знать, кто отсеется. Пока мы считаем, что все автомобили подлежат. Таким образом, эти автомобили подлежат государственной регистрации, и они смогут продлить или оформить полис автострахования до окончания срока легализации, то есть до 1 июля 2023 года. Ал енді заңдастырылмаған көліктер 1 июльден ары қарай не болады деген мәселе. Ішкі істер министрлігі нақты бұл жерде жауапты берді бүгін. Ол көліктер Қазақстанда 1 шілдеден кейін ары қарай жүруі толықтай шектеледі. Арнайы рейдтер ұйымдастырылады. Ол көлік Қазақстанда неге тұрақты тіркеуге қойылмағаны толық тексеріледі. Мүмкін ол криминалды іздестіруде жүрген шығар, мүмкін бір жерден ұрланған көлік шығар, тағы да басқа, мүмкін конструктор шығар, мүмкін басқа бір криминалдық тарихы бар шығар. Сондықтан ол көліктер міндетті түрде тоқтатамыз. Акция аяқталғаннан кейін неге тіркемедіңіз деген сауал қоямыз, тексереміз. Егер де оның криминалды тарихы болса, заңды түрде шара қолданамыз деді. Ал сақтандыру полисін жасамағандар ол кезде тағы да жасай алмай қалады ғой. Сақтандыру полисін жасамаған көлік иелері тоқтатылады. Сақтандыру полисінсіз жүрген үшін 1 рет 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Екінші ретінде 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Екінші рет ұсталса, одан бөлек 1 жылға жүргізуші куәлігінен айырады. Вместе с тем, те владельцы иностранных автомобилей, которые не пройдут легализацию после окончания срока легализации, то есть с 1 июля 2023 года, также не смогут оформить полис автострахования. Указанные автомобили не должны будут эксплуатироваться на дорогах страны. Напоминаю, согласно части 2 статьи 230 Кодекса об административных правонарушениях, за незаключение договора обязательного страхования предусмотрен штраф на физических лиц в размере 10 месячных расчетных показателей. То есть это почти 35 тысяч тенге. Кроме того, у полиции есть право водворить указанный автомобиль на штрафную стоянку. Кроме того, статья 590 Административного кодекса предусматривает ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в виде штрафа в размере 10 МРП. Повторное совершение указанного нарушения влечет штраф 20 МРП или 69 тысяч, либо лишение права управления транспортным средством на 1 год. Енді тұрақты тіркеуге қойылмайтын көліктер туралы айтайық. Жаңағы айтып өткендей, 1 қыркүйектен кейін кіргізілген көлік туралы мүлдем Қазақстанда тіркеуге қойылмайды. Кедендік тазартудан өтпеген көліктер қойылмайды. Және үлкен көліктер, яғни фуралар, жүк көліктері бұл акцияға жатпайды. Енді оны неге екен ішкі істер министрлігінен немесе мемлекеттік органдардан сұрау керек. Бірақ нақты әзірге бізге тапсырма осындай ғана болды. Біз осыны ғана тіркеуге қоямыз деген жауап берді менің сұрағыма. Айтпақшы, бізде ішкі істер министрлігінің ақпараты бойынша 5000-нан астам конструктор көлік жүруі мүмкін. Олар, мысалы, көбі Жапонияда аукцион арқылы сатылып алынған, сосын Ресейге келіп қайтадан құрастырылған, ол конструктор ретінде алып келіп, сосын Ресейде жалған құжат жасалып Қазақстанға сатылған. Бұл көліктер немесе Қазақстанда құрастырылуы да мүмкін. Бұл көліктер тіркеуге жатпайды екен. Говоря о конструкторах, это граждане, которые заведомо знали, что они нарушают закон. Согласно законодательству, конструкторы — это машины, это, вернее, даже не машины, по сути, это транспортные средства, которые не имеют документов, они не являются участниками дорожного движения и не могут ими стать. Это первое. Второе, конструкторы разные бывают. Это бывают машины, которые из 2-3 разбитых частей сварены, и они представляют реальную угрозу для участников дорожного движения. Этот водитель может убить себя и свою семью, а также может из-за отсутствия, там, допустим, или выхода из строя или рулевого управления выехать на встречную полосу и убить еще ряд граждан. Я вам сразу хочу сказать, что даже не рассматривается, не обсуждается вопрос о постановке вот этих конструкторов на учет. Этим гражданам, они знали, я больше скажу, на сегодняшний день определенные граждане муссируют эти вопросы, потому что они завезли сначала определенное количество транспорта, ни 1, ни 2 единицы, продали их этим гражданам и понимают, что по результатам легализации к ним сейчас будет спрос, скажут: верните деньги.
Теперь они, пользуясь тем, что государство идет навстречу, легализует добропорядочным гражданам, решили под эту марку легализовать, попробовать и вот эти. Раз мы пошли навстречу здесь, то, может быть, пойдем навстречу. Нет, не пойдем, я сразу говорю. Потому что это прямая угроза дорожной безопасности. Менің болжамым бойынша бұл Ресейде тіркелген, Қазақстанда ресейлік нөмірмен жүрген немесе басқа елде тіркелген көліктердің бағасына біраз әсер ететін сияқты. Олардың құны біраз арзандайды. Дегенмен жалпы автопарктың бағасының өзгеруіне соншалықты әсер ете қоймайтын сияқты. Себебі Қазақстанда 4,5 миллион көлік бар Қазақстанның автопаркында, ал мынау айтылып отырған 300 мың көлік оншалықты рөл ойнамайды. Әзірге осы негізгі сұрақтарды толық түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, пікірге астына жазыңыздар. Егер көп сауалдарыңыз болып жатса, тағы да мүмкін шығарылым жасаймын түсіндіріп, немесе сол жерде де жауап беруге мүмкіндігім бар. Бұл тақырыптағы немесе автокөлік саласына қатысты жаңалықтарды білгілеріңіз келсе, міндетті түрде арнаға жазылыңыздар. Жаңа шығарылымдар болады. Амандықта жүздесейік.